Құрметті халайық, ата-аналар, құрметті балаларым, армысыздар, аман есен бармысыздар деп бастаймыз. Бүгін осы эфирге дейін біраз балалар, кісілер, апа, әже, қайдасыз, нақ эфирге шықпай қалдыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма деп сұрапты. Рахмет айналайындар. Я шүкір жақсымын. Бірақ енді біз үлкен кемпір адам болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Өзімнің жаңағы ағайын қайнымыздың келіні қайтыс болып жатыр. Соның тірліктерін атқарып жатырмыз. Қырқын өткізіп жатырмыз. Қонағасын беріп жатырмыз. Үлкен қып мешітке асын беріп жатырмыз деген сияқты сондайлардың барлығына біз қатысамыз. Үлкен кісілер болғандықтан сөйтіп қол тимей кетті, әйтсе шүкір жақсы. Бірақ сұрап іздеп жатқандарыңа үлкен рахмет айналайындар. Енді осындай іздегеннен кейін адамның ойына бір ризашылық пейіл келеді әртүрлі. Сондықтан да мойыл көз көрермендерім, ботадай көздерің мөлдіреп, мені сағынып елжіреп, тікелей эфирді қашан бастайды деп күтіп отырсыздар ма деп айтқым келеді сіздерге. Иә. Ботадай көзің мөлдіреп, сағынып мені елжіреп, өзіңді ғана өзіңді тұрған ай жанын көргім кеп, мойыл көз момын көріктім, түсімде сені көріппін, өзіңді ғана өзіңді тұрған ай жаным көргім кеп. Отқа да қондым тайсалмай, қанатым күйіп қалғанай, алыстап барат жастық шақ, айдан да биік арманай, айдан да биік арманай. Мойыл көз момын көріктім, түсімде сені көріппін, алыстап барат жастық шақ, айдан да биік арманай. Алыстап барат жастық шақ, айдан да биік арманай. Алыстап барат жастық шақ, айдан да биік арманай. Бұл айтыр Тоқтар Серіковтің әнінен үзінді. Енді Тоқтар Серіковті осы сіздер көрермендер, құрметті көрермендер, барлықтарыңызда танисыздар, білесіздер деп ойлаймын. Иә, мен де білемін. Біраз жасқа келіп қалды Тоқтар. Дегенмен менің жасыммен, мен 80-ге таяп қалған, менің жасыммен салыстырғанда ол маған бала болып келеді. Қайны, ондай іні деп айтуға келмейді, маған бала болып келеді. Менің жасым өте үлкен адаммын. Сонда сол Тоқтар менің баламдай, менің жасыммен салыстырғанда балам деп есептелеймін, ал Бейбітті келінім деп есептеймін. Бұлай танымағанмен, жалпы теледидар арқылы өздеріңіз сияқты мен де өте жетік білемін. Әнді іздеген кезде біраз нәрсеге қанықтым мен. Енді сол жасқа дейін тегін бекерге жүрмегендігіне көп әндерін таныстым Google'дан қарап.
яғни көп әндерін, көп кейбір өзім естіп жүрген концерттерінде естіп жүргеннен басқа да әндерімен таныстым. Жалпы мен ешкім емеспін, жай ғана әжемін, бірақ әркімнің өз ойын айтуға құқығы бар деп ойлаймын. Менің ойыма бір ой келді. Жаңа ғана айттым, осы ән іздеп, жаңағы айтқан әнді іздеп жазып алғанымда Google'дан, сол кезде басқа барлық әндерін, бұрын естімеген әндерімен таныстым. Әйтпесе бұрын өзім концерттерінде тыңдап жүргенмін. Оның үстіне өзім білемін, ол белгілі ақын, белгілі композитор, Тоқтар, белгілі әнші. Ақындығы бір бөлек, бұрын ақындар айтысына қатысқандығы да бар, оны да көргенмін мен. Бірақ осы былай байқап қарасам, Тоқтардың көп атағы жоқ сияқты. Жалпы айтқанда, ол алған атақты кез келген әншілер де тіпті алды оны, Тоқтардың алған атақтарын. Мен бұл жерде әншілер атақ алмасын деп айтып отырған жоқпын, алу керек. Өйткені әншілер де үлкен насихатшы олар. Нағыз өздеріне қызықтырып, өздеріне еліктіріп, өздеріне халықты тарту арқылы әншілер мына насихат жұмыстарын жүргізудегі өте үлкен күш ол. Әншілер. Сондықтан бәрі алу керек деп ойлаймын. Бірақ мына Тоқтар енді осы әншілікке қосымша жаңа айтып отырмын, ақындықты да алып жатыр, композиторлықты да алып, оны бейбіт екеуі айтып, насихаттаушы ретінде олардан да ерекшелігі бар, өте ерекше деп айтамын мен. Олар тек қана ән айтса, бұл үшеуінде қосып жүр ғой енді, жаңағы әншілікті, ақынды, композиторлық, сазгерлікті. Ал енді сапа жағынан қарайтын болсақ, ақындық жағынан сөздің сапасы өте сапалы, өлеңнің сөздің сапасы. Композиторлық жөнінен әннің сазы өте сапалылығында сөз жоқ. Ал әншілігінде өте ол да тамаша, шекет айтады, дуэт қып бейбіт екеуі де айтады. Енді әбден айтып жүр ғой барлық әндерін. Ал енді оның үстіне жаңағы өлең шығару, ән шығару деген ол оңай нәрсе емес ол. Оны тек сезімі өте терең, айналасына бейжай қарамайтын, сол көрген нәрсесіне пайым парасаты жететіндей жоғары, бірнеше күндерінде, бірнеше түндерінде ұйқысы бөлініп, сергек, көкірегі ояу адамның қолынан келетін істер ол. Мен өзімде де шамалап, өздеріңіз байқап жүрсіздер ғой, барсыздар ғой, мен ол Тоқтардың дәрежесіне өзімді теңестіріп отырған жоқпын. Бірақ сол менің шамалы сол өлең жазуымда, ән шығаруымның өзі де, оны айтуымның өзі де барлығы және энергия қажет етеді. Әншілер әшейін шығып, айқайлап кетеді деп ойламаңыздар. Әнші болып ән айтуда қаншама энергияны қажет етеді. Сондықтан бұл оңай нәрсе емес. Егер оңай болса, неге екінің бірі әнші болмайды? Неге екінің бірі сазгер, яғни композитор болмайды? Неге екінің бірі ақын болмайды? Демек бұл өте күрделі процесс. Осындай үш түрлі нәрсені, үш түрлі қасиетті талап ететін нәрсені, сондай процестердің бәрін қосып алып оны жарыққа шығару деген ол тіпті күрделі, қиын нәрсе. Бірақ қалайда шығару керек. Мен өзімде сезем соны. Шығармаса ол өз қиналады. Менің өзім әшейін жай кемпір болып отқан менің өзімде бар. Ал оларда энергия бар, оларда жаңағы жойқын күш бар, жас. Сондықтан ол ішіндегі сезімнің құдіреті оларды қоймайды. Шықпаса қоймайды, сыртқа шықпаса.
сондықтан шығарған өте дұрыс, шығару керек. Мен айтып отырмын, менің өзім соған шыдамай кейде шығаруға мәжбүр болам. Ал енді жас адамдарға ол менен 2 есе 3 есе күші бар, ішінде сезімнің құдіреті бар адамдарға ол ауыр болады, сондықтан шығарғаны дұрыс. Енді 90 ауыз сөздің жаңағы түйінін айтайын деп отырмын. Мен неге бұны әңгіме қылып отырмын? Сонда ойлаймын да, неге Тоқтарға ерекше жоғары награда бермеске деп ойлаймын. Мен білмеймін, ешкім бұрыс көрмейтін шығар деп ойлаймын. Бұл менің пікірімді. Ол іске асыра ма, жоғары жақ асырмай ма, бірақ менің жеке пікірім. Ешкімде еңбегі сіңген жоқ, Бейбіттің де, Тоқтардың да еңбегі сіңген жоқ. Жай әшейін селкілдеп жүрген біреулер деп айта алмайды деп ойлаймын мен. Ондай айтуға ондай жол жоқ, өйткені әндерінің бәрі есті әндер, өздерін ұстауы, қанша жылдан бері көпшіліктің алдында сондай бір жаманаты шықпай келе жатуы, абыройға ие болуы, ол адамның жақсы қасиеттерін көрсетеді ғой. Адамның абыройды алып жүру деген өте қиын нәрсе ғой адамға. Оны енді әзір сіздер білмеулеріңіз де мүмкін, жас болсаңыздар. Мына отырған көрермен, қымбатты көрермендер, тыңдармандар, білмеулеріңіз мүмкін. Ал жасыңыз ұлғайып, менің жасыма келгенде сіздер, сол әжем дұрыс айтқан екен ғой. Шындығында да адамның адамшылықпен абыройын алып жүру. Адам күн көре береді. Күн көру деген өте береді. Тіпті айтатын болсақ, былай жануар, ит екеш, ит те күнін көріп жүр. Солай адам да күнін көре береді. Бірақ адам болып, адам ретінде өзінің абыройын, атағын, жаңағы ортада жүрген өзінің әйтеуір алған жаңағы берілген атақтар, соның бәрін кіршіксіз, әдемі, таза қылып елдің алдында ұстап алып жүру деген үлкен нәрсе, үлкен нәрсе деп ойлаймын мен. Ол үшін адамға ұстамдылық та керек, адамға ой да керек, дұрыс сөйлей білу керек, дұрыс адамдарға құрмет көрсете білу керек. Жас болғаннан кейін біздер енді үлкейдік қой, енді бізге бала-шаға сәлем беріп жатады ғой, енді бізден үлкен қазір онша адамдар қалған жоқ шығар, бірен-саран болмаса. Ал енді олар жас болғасын, өзінен үлкендерге де дұрыс құрмет көрсете алу керек, дұрыс сәлем бере алу керек. Сын жатқан айнала, сын. Сол сынның бәрінен өтіп келатқан адамдар ғой. Ал оның бөлек қойғанда, творчествосын айтып отырмын мен. 3 түрлі нәрсе, 3 түрлі қасиетті талап ететін нәрсе деп жаңада басып айттым. Неге үлкен жоғары награда ұсынбасқа? Үкіметке жетеді ғой. Үкіметке де жақсы емес па? Жақсы композиторлардың, жақсы сазгерлердің, жақсы әншілердің көп болғаны, олардың жақсы атақ алғандары, олардың елдің алдында әдемі болып көрініп, солардан ғана еліктеп, жақсы нәрсені үйренетіндей деңгейде өздерінің елдің халықтарында сонда арасында сондай адамдардың көп болғаны, елімізге де осы өнер саласын басқарып отырған басшыларға да абырой емес пе, олай айтқанда жақсы емес пе? Ол кісілерге де, осы әншілер жақсы болса, ол кісілердің де, мәдениет саласын оқыған кісілердің де абыройы ғой. Жалпы адамдар мәдениетті болса деп ойлаймын мен. Енді мен басында да айттым, мен ешкім емеспін, бірақ айтқым келді, айтып жатырмын. Бірақ мен ешқандай бір ештеңеден хабары жоқ адаммын деп те айта алмаймын. Өйткені мен 40 жылдай ұстаз болған адаммын. Отбасылы, бала шағалы, еңбектің балшығында, шалшығында батып жүріп өмір кешкен, тәжірибеден өткен, кез келген нәрсені таразылай алатын ардагер ұстаз. Мынау өзімнің класстастарым арнайы маған ат қойған кемеңгер ана. Сол кемеңгер ана ретінде айтар пікірім осы.
енді қалай қабылдайды бұны естіген кісілер? Естиді ғой, естімеу мүмкін емес. 30 істен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді. Сондықтан мұны естімеу мүмкін емес. Естиді, көреді, тыңдайды, біледі, ескеретін шығар деп ойлаймын. Оның үстіне Тоқтар мен Мейрамбек ер жетіп есейгенде шыққан әншілер емес. Олар қашадайынан сахнаға шығып, халық ел үшін қызмет еткен, сол жас бала күнінен сондай жауапкершілікті сезген балалар, сіздің қазіргі сезген жігіттер, қазіргі сезіп соғыс уақытқа келген ел ағалары болуға айналып келе жатқан жастар. Сондықтан осыны да ескеру керек деп ойлаймын. Осы мәселені де ескеру керек деп ойлаймын. Есейгенде шыққан әншілер қандай, қаршадайынан шыққан әншілер қандай? Ол бала жүреді, тұрады, ол үйінен кетеді, ол бала өзінің үйін сағынады, бала емес па? Соның бәріне төзіп, одан кеп Алматыға кеп школа интернет ерекше жетілдіретін мектепке кеп оқиды, Тоқтар. Сонда соның бәрі балаға қаншама ауырлық түсірмейді деп ойлау мүмкін емес. Өзіміздің баламыздай көреміз ғой. Енді мен қай әнші болсын, қайсы кім болса ол болсын, сіздерді де өзіміздің баламыздай көреміз. Мен бұрында да айтқанмын, мен 40 жыл ұстаз болып жанымды салып, сол біреудің баласын жақсы көруге әбден үйренген адаммын. Мен енді бұдан былай оның нәрсенің бәрін басқаша өзгерту мүмкін емес. Ол менің жүрегіме де, сүйегіме де, етіме де, теріме де сіңіп кеткен қасиет ол. Сондай енді 40 жыл ұстаз болу деген адамды қалыптастырады ғой солай. Сондықтан айтып жатырмын. Сіздер мен енді көрермендер ретінде сіздерде таниды деп, сіздерге де айтып жатқаным сол. Енді мен қазір тікелей эфирде сіздерменен бәріміз осы бір мақсатта бір-бірімізге пікір айтып, әр тікелей эфирге шыққан сайын осылай пікірлесеміз ғой. Сондағы пікірдің бір парасы деп қабылдаңыздар. Ары қарай негізгі мәселемізге көшейік енді.